Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздің автошоуымызды жеңілдік емес, арнайы техника Шахман. Достар, әдеттегідей автошоуымызды бастамастан бұрын Шахман L3000 шығу тарихына көз жүгіртейік. Шахман L3000 Қытайдың Шанси автомобиль групп, яғни Шахман компаниясының орта салмақты жүк көлігі. Бұл модель негізінен қала ішіндегі және аймақаралық тасымалдауларға арналған. Сондықтан Шахманның ауыр сериялар, мысалы X3000, F3000 және жеңіл жүк көліктерінің арасында орта деңгейлі модель болып саналады. Шығу тарихы 1968 жылы Шанси автомобиль компаниясының негізі қаланды. Алғашқыда ол әскери техника мен ауыр жүк көліктерін шығаратын. 1980-1990 жылдары Mercedes-Benz және MAN сияқты еуропалық брендтермен ынтымақтасып отырып, технологияларын үйренді. 2000 жылы Шахман ауыр жүк көліктерін халықаралық нарыққа шығара бастады. 2010 жылы Қытайда жүк көліктеріне деген сұраныс күрт артты, сонымен қатар орта кластағы сенімді әрі үнемді машиналарға қажеттілік туындады. 2014 жылы Шахман L3000 моделі ресми түрде шығарылды. Ол MAN технологиясына негізделген шасси мен кабина шешімдерін қабылданды. L3000 орта тоннажды сегментке бағытталады. Коммуналдық қызметтер, қалашылық логистика, азық-түлік тасымалдау, құрылыс материалдары және аймақтық жүк жеткізу. Шахман L3000-ның негізгі сипаттамалары. Сыныбы жағынан орта тоннажды жүк көлігі 12-ден 18 тоннаға дейін. Қолданылуы қалааралық тасымал, құрылыс, коммуналдық және арнайы техникаға бейімдеу. Самосвал, фургон, эвакуатор, миксер, өрт сөндіру техникасы және тағы басқа. Қозғалтқыштар екі түрлі болады: Weichai 180-300 ат күшіне дейін және Cummins 270 ат күшіне дейін. Эко стандарттары Евро 2-ден басталады және Евро 5-ке дейін. Беріліс қорабы Fast 8 және 9 сатылы. Сенімді әрі үнемді болып келеді. Өндірушісі Шахман Қытай елі, 20-дан астам елге экспортталады. Кабинасы кең, шамамен 2D1-2D3 метр конфигурацияда. Эргономикалық орындықтар пневмоқосқышпен. Кондиционер, көп қалталы интерьер, орталық құлып, климат бақылау жүйелері. Қауіпсіздігінен ABS, EBD, соққыға төзімді кабина, R29 стандарты. MAN TGS технологиясының негізделген ханг көпірлері алдыңғы 4-8 тонна, артқы 10-11-5 тонна. Жеңілдетілген конструкция, маневрлік жақсы, жанармай үнемділігі жоғары, қиын климат жағдайларына бейімделген. 2025 жылы автоматты беріліс қорабы нұсқасы шықты. Мұңсы жайландыратын, жолымды бөлек байландыратын, бір ғажап болса деп армандаймын. Тағдырға таң қалмаймын, басымды ойлар айналдыратын, сауығым қайда сайран құратын, сол күндер қайда деп іздеп келдім. Сәттерім тізбектелді, қоштасуға да бата алмай жүрмін, жалғыздығыма қайта алмай жүрмін, қайта алмай жүрмін. Көзіңе қарап сүйемін деп те, сүймеймін деп те, айта алмай жүрмін. Жанымды мұңсы жайландыратын, жолымды бөлек байландыратын, бір ғажап болса деп армандаймын. Тағдырға таң қалмаймын, басымды ойлар айналдыратын, сауығым қайда сайран құратын, сол күндер қайда деп іздеп келдім. Сәттерім тізбектелді.
айландыратын, жолымды бөлек байландыратын, бір ғажап болса деп армандайым. Тағдырға таң қалмаймын, басымды ойлар айналдыратын, сауығым қайда сайран құратын, сол күндер қайда деп іздеп келдім, сәттерім тізбектелді. Артықшылықтары: бағасы қолжетімді, Еуропа немесе Жапон маркаларынан әлдеқайда арзан. Отын үнемділігі: орташа тоннажда дизельді қозғалтқыштар аз шығынмен жұмыс істейді. Үшіншісі, жөндеуден ыңғайлы, қосалқы бөлшектері Қазақстанда да табылып жатыр, әрі арзан. Төртіншісі, MAN технологиясы: шасси мен беріліс қорабының сенімділігі жоғары. Кабинасының жайлылығы: жүргізушіге арналған эргономикалық орындықтар, кондиционер, шудың аз болуы. Көп салалы қолданылуы: құрылыс, коммуналдық қызмет, азық-түлік пен тұрмыстық тауар тасымалына қолайлы. Артықшылықтармен қатар, әрбір техниканың өзінің кемшіліктері бар. Шахман L3000-ның кемшіліктері: имидж мәселесі: Еуропа немесе Жапон маркаларына қарағанда беделі төмен. Ұсақ ақаулар: электрика мен ұсақ бөлшектерінде кейде сапа айырмашылығы байқалады. Қайта сату құны өте төмен. Уақыт өте қайта сатқыңыз келсе, бағасы қатты түсіп кетеді. Төртінші, жабдық деңгейі қарапайым. Жаңа үлгілерінде опциялар бар болғанмен, премиум класспен салыстыруға келмейді. Келесісі және соңғысы салмақ шектеуі. L3000 орта тоннажға арналған, сондықтан өте ауыр жүктемелерге жарамайды. Open up the gates, I feel close enough to heaven, to go, to stay, to leave, to break. Cast out in the rain, guess they didn't like my confession. It's no mistake, I know it's just a burden. Don't blow my heart, don't calm me down, don't text me back, don't call me now. There's something in the water, yeah, I just can't write or wash it down. Астана қаласында жаңа самосвал Шахман L3000 бағасы 25 миллион 500 мың теңгеден басталды. Автолайн KZ сайтында ұсыныстар: самосвал Euro 5 2023 жылғы 300 ат күші $18,000, шамамен 9 миллион 685 мың. Басқа конфигурациялар бойынша да баға аралығы 6-дан 15 миллионға дейін. Қозғалтқыш қуатына модификация және шығарылған жылға орай өзгеріп отырады. Ал достар, бүгінгі біздің автошоуымыз осындай болды. Лайк басып пікірлеріңізді білдіруге ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы. Жанымды мұңсыз айландыратын, жолымды бөлек байландыратын, бір ғажап болса деп армандайым. Тағдырға таң қалмаймын, басымды ойлар айналдыратын, сауығым қайда сайран құратын, сол күндер қайда деп іздеп келдім, сәттерім тізбектелді.